тергеушінің кабинеті. Бөлмеде тергеуші мен милиция басшысы. Айтпады деймін. Егер Байтұрсынов қылмысын ойында қол қоймаса, осы орындыққа сен отырып, халық жауының сыбайласы ретінде жауап бересің. Сен үкіметтің Сталин жолдасын тапсырмасына селқос қарасаң, саған да жазасы беріледі. Жолдас Есенбич, ойдатамын, аз қалды. Сен аз қалды дегелі, әлі нәтиже жоқ. Сен гидитаптан шыққансың. Егер осындай алашылдарды қолдайтын болса, бәрібір атыласың. Жолдас Есенбич, мен сізге уәде беремін, аямаймын. Ая дегем жоқ. Азапта, ұр, соқ, алашорда басшысына ая болмасын. Тек кеңесінде жаны болса болды. Наға бірға неге ған? Өткенде Байтұрсыновтың басшысы алынған. Төбеден ұрғанда басы тесіліп, қаны жұқ болған ғой. Міне дұрыс. Азапта, ол сенің, менің, халықтың жауы болар. Айтпақшы, сен ана Жыланбаевтан үлгі ал. Ол қандай аса халық жауын 2 немесе 3 күнде жуасып мойындатады. Міне нағыз шебер маман. Аямайды ол. Егер сен Байтұрсыновты мойындата алмасаң, қол қоймайтын болса, сен өзіңді халық жауының жақтас бол дегізіп Жыланбаевқа тапсырған. Ол жылан сені небәрі 2 сағатта мойындап, көзіне қан ағызады. Жақсы, мен кеттім. Мойындатамын, жолдас Есенбич. Қарауыл, маған Байтұрсыновты әкеліңдер. Қасына 2 тал міне әкеліңдер. Бар ма? Байтұрсынов, сорымды қайнатпасам ба бәлем. Мен Жыланбаевтан асып түсуім керек. Мен жолдас Есенбичтің тапсырмасын орындап, ұлы Сталинге адал қызмет етуім керек. Байтұрсынов. Ал Байтұрсынов, әбден ескертемін. Бұл жолы шындықты айтасың. Яғни, кеңес үкіметін құлату үшін сыртқы дұшпандармен байланыста болғанды айтуым керек. Мен ешқандай сыртқы дұшпандармен байланыста болған емеспін. Бөкейхановта қандай ой болды? Кеңес үкіметін құлату үшін Алаш партиясын құрып, сен, Байтұрсынов, өзіңнің қандай қателік жасағанды білесің бе? Біз Алаш үкіметін қазақ халқының ұлттық мемлекет ретінде аштық. Байтұрсынов, сен кеңес үкіметін құлату үшін Бөкейхан, Аймауытов, Жұмабаевтармен байланыс болғанды растайсың ғой? Бөкейханов аса білімді, сауатты, шын мәніндегі көсем болды. Байтұрсынов, мен саған соңғы рет ескертемін. Сен өз күнәңді мойындайсың ғой, Біз Алаш үкіметін қазақ халқының мемлекет ретінде, оларды қорғау ретінде аштық. Мен не азап көрсем де, алашшыл қайраткерлерін сатпаймын, ұлтымды сатпаймын. Соны біл. Қарауыл, мына екеуінен кесек-кесек тырнағың астына жүгіртіңдер. Қиналсын халық жауы. Бұларға сол керек. Бұлар ұлы Сталинге қарсы шығудың қандай екенін көрсін. Ей жауыздар, жаулар. Қандай қиындық көрсем де, өз елімді сатпаймын, ұлтымды сатпаймын. Соны біл. Жаныңа азап батқанды басқаса сайрайсың. Байтұрсынов, тоқтатпаңдар. Болды. Бүгінге осы азарға жетеді. Барыңдар әкетіңдер. Соғық түрмеге қалмаңдар. Ас берілмесін. Байтұрсынов, соңғы рет ескертемін. Қолыңды қой да, бұл азаптан құтыл. Мен алашшыл қайраткерлерін сатпаймын, ешкімді сатпаймын. Соны біл. Неткен қайсар адам еді. Бірақ аямау керек бұл алаштарды. Аяп жүрген жоқ. Аямайын. Байтұрсынов, Байтұрсынов. Екі адам. Ахмет пен жас жігіт отыр. Ахмет шаршаған, қалжаған. Күркілдеп жөтеліп отырады. Аха, мына жауыздар сізді аямақ. Кеше мен де есінен тандырып соқты. Бауырым бөлініп кетпесем, аман екен. Иттер менен жау жасағысы келді. Мойында дейді. Мен нені мойындаймын? Жау болған жоқпын.
ұлттың мүддесі үшін қазақ халқына қызмет еткенімді мойындаймын. Алайда жау болу ойымызда да болған емес. Аха, егер мен тірі жетсем болашаққа, бұл туралы жас буынға өз аузыммен айтып беремін. Келер ұрпақ сіздерді ақтап алады деп сенемін. Иә балам, сен болашақсың ғой. Сен қайтсең де мына түрмеден аман шығуың керексің. Сонда ғана ақиқатты айта аласың. Аха, мен сіздерден артық емеспін ғой. Қолыңыз үсіп кетіпті. Қолыңызды суға басу керек еді. Жоқ балам. Аға, қанатыма байлап, мына қаппастан сізді ұшып шығарайын десем, құс емеспін. Әттең, Дариғай деген. Аха, көңіл сергісін. Маған Алаштың құрылымының бір оқиға айтып берсеңіз. Иә балам, сен болашақсың ғой. Мен саған барлығын айтып берейін. Алаш орданы қалай ашқанымызды, қалай алдын ала келіскендеріміз барлығын айтып берейін. Ахметтің үйі, қонақ күтетін бөлме. Ерекше жылылық лебі сезіледі. Бадыр Сафурлан, келіңіз бер. Иә, айта беріңіз, бірдеңе керек пе сізге? Келетін қонақтар аса мәртебелі жандар. Алихан мырза және Мағжан ақын. Иә, әрине, қазақтың маңдай аудармар басқалар емес пе? Әрине, осы күні жақсы көңіл күймен, жылы шыраймен қарсы аламыз. Уақыт тауып қойған сияқты. Мен әсуде болайын. Иә, уақыт бол қыл. Мен Әлекең күтемін. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ал Әлекең, біздің шаңыраққа қош келдіңіз. Қош көрдік. Төрлетіңіз. Мына жайлы диванға жайғасыңыз. Қойыңыз ақа, мен өзім отыра салам ғой. Сіз де үлкен адам, маған қызмет қылсаң қайтесіз. Қой, сіз бір қонақсыз, отыра беріңіз. Қазір Мағжан ақын келеді. Бір салиқалы отырыс боларына сенемін. Дұрыс. Ақа, сіз ұлтқа қызмет етіп келе жатқансыз. Біз сізге қызмет жасап жатырмыз. Ассалаумағалейкум ардақты ағалар. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Амансың? Бәріне де шүкір деп жүріп жатырмыз. Ардақты Ахан ағамның шаңырағына келдім деп тұрады. Bir жылылық, жарасым бар осы. Отыр. Көңілдеріңізге рахмет. Ұлттың ұстазы Ахан ғой. Аханның каналынан барлығымыз басеміз. Бүгін бір мәнді мәжіліс боларына сенемін. Ел өзін бастайтын шеркесін күтіп отырған анық. Ел аузында өздерің жүрсіздер, Әлеке, Аха. Мен білсем, қазақ батыл қадам күтіп отыр. Ертең дүр өтіп қолдап кетеріне күмәнім жоқ. Дұрыс айтасың. Қазақтың қазір көңіл күйі бір қимыл күтіп отырғандай. Біз 10 ойланып, 100 толған бос қадамға барамыз. Айтпақшыдай, ең алдымен болашақ құрылатын мемлекетімізді не деп атаймыз? Соны ойлайықшы. Иә, атауы маңызды. Тіпті болашаққа мәңгілікке барар атау ғой. Мен Түркістан деген атау ұсынар едім. Түркістан әрине қолайлы атау. Мен Алаш деген сөзді ойластырдым. Алаш дейсіз бе ақа? Алаш деген ат көңілге қонымды екен Аха. Қазақты осы Алаш деген сөз біріктіреді. Бұл өзі көне түркі сөзі ғой. Есімнің мағыналық, идеялық мазмұны жақсы таңдалыпты. Бұйырса, осы ұсыныстарыңыз өтеді деп ойлаймын, Аха. Және де тіл мәселесіне де тоқталатын болдым. Аха, менің ойымша, бұл жерде қазақ тілі басқа ұлттардың тілінен үстем болып тиіс деген сөз ғой. Әрине Әлеке, қазақ тіліне қашанда басымдылық береді. Ең басты мәселелердің бірі жер мәселесі де бар. Жер бұл қазақтың меншігі. Жердің асты мен үстінің байлығы мемлекеттікі болуы тиіс. Мемлекеттік құрушылыққа басымдылық бергеніміз дұрыс болған емес. Айтпақшы, мемлекеттің орталығы қай қала болады? Бұл мәселе қаралды Мағжан. Ахаң екеуміз бірнеше қаланы таңдап отырмыз. Батыс десек Орал, орталық десек Ақмола, шығыс десек Семей. Арыс Алтай, Бекшет Каспиймен Орал болса, Ақмола қолайлы болады. Ахаңның шаңырағында басталған іс оңға басар анық. Ендеше бір қарапайым отырыста жүрсін. Тыныс алып қайтса қалай қарайсыздар ағалар? О, керемет Мағжан.
Аха, Мағжанмен қатарлас қазір ақын жазушылар өте көп. Бір Жүсіпбек талай, Мұхтарда болашақта биік шыңдарды бағындырған. Сонымен қатар Міржақып та, Жүсіпбек те, олардың да болашақта қазақ әдебиетінің қосар үлесі мол. Ұлттық мемлекетіміз құрылған соң біз өнерлі мәдениетке назарға қарамыз. Ахаңның бұл туралы бір арнайы жоспарлап жүргені бар екені анық. Әлде, қазақ халқына ұлттық мүддеге қызмет етсек, арман бар ма? Иә, дұрыс. Әңгімелеріңізді бөлгенмен кешірім өтінемін. Ас даяр болып қалды. Жүріңіздер. Жүріңіздер. Онда қоштасып сыртқа шығайық. Салып қайтайық. Міне солай балам. Осындай бір кештерде олармен бірге отырып, біраз нәрсені талқылағанбыз. Неткен әсерлендіңіз? Барлығы бейне бір елес секілді. Алихан, Мағжан, Арыстарай. Қарауылдар. Сендерге аса құпия тапсырма. Бұл жолдас Сталин тапсырмасы деп ұғыныңдар. Кешке түрмеге барасыңдар. Байтұрсынды суық камераға қамаңдар. Есіне тандыратын дәрі беріңдер. Бір істің басы бітті. Енді абыройым артатын болды. Қой, тұрмайды. Бір істі бітіріп, бастарға мәлімдейін. Байтұрсын. Ах, Байтұрсын. Сотталушылар, сендер кеңес одағына сатқынды жасағандар үшін үштіктің қаулысы бойынша үкім кесілді. Мұнда Ахмет Байтұрсынов ату жазасына кесілсін. Үкім тура бүгін орындалсын. Басқа сөз жоқ. Сот отырысы жабық. Ешбір сөз айтылмайды. Бауырлар, жасымайық. Біз қазаққа қолдан келгеніміз жасадық. Бірақ осы заман сот мырза, сенің де басыңа келер хақ. Мен бүгін атыламын. Дар алдындағы сөзім бұл. Ешкім ести алмайды. Сірә, мына шағын терезеден құстар естіп, сары далаға жайыр ма екен? Уа ұшқан құс, аманатымды жеткіз қазаққа. Уа самал жел, өсиетімді жеткіз қазаққа. Уа қазақ ұлы, қазақ қызы, сендер түркі тектес бабаларың саған мәңгілік ел болуың керек. Менің аманатым ана тілімде. Қазақ тілім өлмейді. Мына ұлан ғайыр дала, асқар тау, аса өзен, сендерге аманат қазағым. Ешқашан, ешкімнің алдына басың дейме, еңсеңді түсірме қазағым. Туың биік болсын. Алаш деп мен көптім. Алиханды, Міржақыпты, Жұмабаевты өтем. Айтпақшы, Халел қайда? Мұхтар қайда өзі? Ең болмаса ақиқатты айтар, ақиқатты жазар біреу қалса екен. Аманатым ана тілімде. Қазақ тілі өлмейді. Мен де өлмеймін. Қош елім, қош қазағым, қош қарсымен, қош.